Тыңдашы, құрбым, асықпа, тоқта. Армансыз бәрібір ештеңеге үлгере алмайсың. Арманың болмаса сен қайда, не үшін жүгіру керегінде білмейсің. Уақытыңды текке құртпа. Уақытың ең қымбат қазынаң. Тоқташ, бала кезіңде әйтеуір бірдеңені армандадың ғой. Соны есіңе ал. Сен бала кезіңде жетістікке жететініңді, қоғамға маңызды тұлға боларыңды, немесе керемет суретші боларыңды армандадың. Солай ғой. Бүкіл әлемді аралап, әлем таңданар шедевр жасауды, ақыр соңында өзің туралы керемет естеліктер қалдыруды армандадың. Немесе арманыңды білмесең де бақытты әйел боларыңа сендің. Бірақ неге екені белгісіз, барлығын ұмыттың да есейдің. Ешқайсысы орындалмаған. Неге? Бұл әлемді арманшылдар өзгертті. Арманының орындаларына ешкім сенбеген ессіздер жасады. Олар арманын айтқанда жұрт күлген еді. Есің дұрыс па? Бұл мүмкін емес. Дұрыс нәрсе ойла, деп келе кеткен еді. Біз таңдай қаққан ұлылықтардың барлығы, таңғажайыптардың бәрі, тіпті бәріміз жасайтын селфидің өзі кезінде біреудің арманы болатын. Біреулердің ақылға қонымсыз қиялы, ал біреулердің үздіксіз еңбегі, біреулердің сенімі еді. Құрбым, арманда, дәл қазір қайда болсаң да, мейлі кім болсаң да, арманыңды іске асыруға әлі де кеш емес. Ойлаш, егер сен өмірге келмесең, қазір сен не істер едің? Ештеңе, бірақ сен өмірге келдің. Сен барсың, сен тірісің, ендеше арманыңа жет. Арманыңды әлі білмейсің бе? Онда өзіңнен сұра. 18 мың ғалам таңға жайып жаратылыспен жасалып, мінсіз жүйе орныққан мына әлемде оның бір түйірі болған сен неге армандамайсың? Адам баласы әлемді тануға, жасауға арналған. Ол ештеңе қаламай, ештеңеге талпынбай тұруы мүмкін емес. Бұл жаратылысқа қарсы ұғым. Түсінесің бе? Қазір арманыңа аяқ басудың дәл уақыты. Өзіңе, арманыңа сен. Істе, ешқашан берілме. Өз арманыңды болмашы жалқаулыққа сатпа. Мен саған сенем. Сен де өзіңе сен.